Құрметті қазақ елі, қазақстандықтар, сіздерге алғысым шексіз. Бүкіл екі телеарнадан менің жекпе-жегімді көрсетті, өте қуаныштамын. Бұл жекпе-жек көрдіңіздер, бірінші раундта аяқтады. Өйткені бірінші раундта жарақат болғаннан кейін маған бірден бұл жарысты аяқтату керек болды. Өйткені екінші раундта мүмкін мені тоқтатып жіберуі мүмкін еді жарысты. Сол үшін бірінші раундта барын салып аяқтатуға тырыстық. Барлығы біздің команданың өзіміздің жоспарлағанымыздай болды. Биыл Астанада бізді тағы да үлкен жекпе-жек күтіп тұр. Елбасымыз бізді Экспода Астанада жекпе-жек өткізуге шақырды. Алғысым шексіз. Соған жақсы дайындалып, бүкіл қазақтың жігіттері Астанада Экспода қазақтың көк туын желбіретіп, бүкіл әлемге тағы да өзіміздің бокстың, кәсіпқой бокстың да мықты деңгейде көтерілгенін дәлелдейміз деп ойлаймын. Сіздерге алғысым шексіз. Алға Қазақстан, жасасын тәуелсіз қазақ елі. Рахмет.